Әлемді дүрліктірген коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты мемлекет басшысы халыққа үндеу жолдады. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Қиын қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдебіз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдебіз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Оқтан шықтық құлламай, аштықтан да өттік жылламай, бәйтерек боп биік сұлламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдебіз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдебіз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Құламаған елміз мүлдебіз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдебіз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар су көп, бәріміз де біргеміз.